Атырау облысы, Томарлы селосы, Қайырғали Смағұлов атындағы орта мектептің 4-ші В сынып оқушысы Мақсот Ақнұр. Фариза Оңғарсынова: менің екі жауым бар. Менің екі жауым бар, мәңгілік достаспайды. Қимастықпен жыласып қоштаспайды. Кіріп келсем жанарым мұң оранған, қуаныштан жарқайтып от шашпайды. Ол адамдар шындыққа жүгінбейтін, көлгірсіп күлімдейді. Өзі істеген жауыздық, зұлымдықтан қайғы шегіп ішінен түңілмейді. Екінші досымды жамандаған, өсектерін өрбітіп сан арнадан жүретіндер қаш жауым соларға мен. Талай қаным қайнаған алаңдағам, өтірікпен жала көп аяқ бассаң, ал жақсылық қана сараң қалам. Білем, ғұмыр мәңгі емес, қысқа мүлдем. Кешірмеген жауласқан тұстарым кем, бірақ маған тіл табу мүмкін емес. Осы екі дұшпаныммен